Дәурен, мыналардың арасында ең нормальный адам сен бе десем? Осың нормальный адамсың. Больничныйда қалаған уақытында алатын Абилас құрамасы. Олжас аға, қареш, сізді жайдаманда көргеніме қуаныштымын. Ал, жоқпын, маса өрсін. Өзім осылай сөйлеймін. Наурыстан ұсынсын бар, ана жігіттің аяғын сүйсем 10 мың теңге берем. Қалай болады екен? Ладно, 50 мың. Жай тапсаң ба 10 мың ойланып отырмын. Жігіттер, мен кеше емшек ұстадым ба? Халыққа түсінікті тілді айтса, сиыр саудым деп. Енді ол да емшек қой? Сиырдікі о? Ой, сен де мен көре алмайсың да. Бұл қазба алқасында мерек қарт отыр, егер жексек бүгін ол кісі үйіне қонаққа шақырады. Қарттар үйіне барады. Дәурен, осындай миға сыймайтын әңгімелерді ең халық сенің қастемейді деп ойлайды. Қалып Мынау сахна, бұл жерде өнер керек. Менде өнер бар. Қандай? Мен ол сваркаға 30 секунд қарап тұра аламын ба? Не 30 секунд? Одан қызық емес дүңгір. Алқаш! Не айтып тұрсың? Түршайын деп тұрмай. Қалай, Алқаш деген сөз жүрегіне тиген жоқ ма? Сенің алы көзбен қарап отырсың? Өз сондай көздің. Сен шүгіңлері кескенде келмейсің да? Аржағында! Қалай пиани базады? Сен маған қарсы шықтың ба, мен нәпсі ұлтам. Сен әкені қалай сөйлейсің? Сен мен әкемсің ба не? Әкені қалай сөйлейтінін білуге болмай ма? Жігіттер қойды, өзіміздің жаман жақтарымызды көрсетпейік. Мына жақты қалай көрсетпесін? Қарсыластарымыз өздерінің өміріндегі әзілдерді ойнайды. Онда бізде өзіміздің өмірінің әзілдерді ойнайды. Сонымен поликлиникада. Тәрді айтып жүрісті түсінбей қалдым. Гемоглобин. Пираприлокс. Дифирокс таблеткасы. Сөйлегенің жазуың сәтті екен дәл сенің. Саған сұрақ қойшы, осы иттің құйрығы неге аяқ? Қарлығаштың құйрығы неге айыршан? Қойшы, қарлығаштың әрі сандама не? Наурыз, осы соңғы кезде сен жолың болмай жүр, е? Қалай жолың? Қойшы, микрофон сыйы алмады.